Айтып кетші. Жақсы, барлығы да ашылғалы адам саны күннен күнге артып келе жатыр. Жаңағыдай акустикалық кеш ұйымдастырып, басында ойлағанбыз солай пландастырып. Кейіннен белгілі бір жағдайлармен кейінге қалып қойды, но қазір 2 аптадан бері әр жексенбі сайын акустикалық кеш ұйымдастырамыз. Күшті. Жақсы қарқын алып келе жатыр. Көрермендерге барлығына халыққа ұнап жатыр. Яғни туристердің де саны артып келе жатыр. Мына Бозжыраға, неге біз мына Маңғыстаудың әсем жерлеріне келіп жатқан туристер. Ең бірінші бізге келіп қонақтайды, даже таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, сөйтіп қатарынан 3-4 күн тамақтанатын кездері болады. Қазір біздің осы өзеннің халқы сияқты тұрақты клиентіміз болып қалды ғой. Себеп сол өзіңіздің жасап берген дизайныңыз негізінде көп халықты не қылатын, ерекше ықыласқа бөлейтін. Дизайны күшті, атмосфера күшті, аурасы күшті. Әрбір көрген нәрсесіне таңғалып жатады, ішке келген кезде. Қазір біз күнде көріп жүргесін мән бермейміз. Бас аяғында болғандықтан. Дизайн ерекше, негізі. Осындай бір ерекше бір нәрсені ұйымдастырғымыз келді ғой, басынан өзіңізбен байланысып сөйлескенде, сонда солай. Вообще цель осы болды ғой. Мақсат осы болды. Европалық стильде бір ерекше нәрсе көрсетіңізші деп сізге сеніп тапсырғанбыз. Алланың қалауымен сіз жібердіңіз. Ұнады. Бірден ұнады ғой айтшы. Бірден ұнады, ештеңе өзгерткен жоқпыз негізі. Солай рахмет, көп сізге қолыңыз дерт көрмесін деп. Осылай халықтың ерекше ықыласына бөленіп, клиенттеріңіздің жүре беріңіз. Значит, басталған іс аяғына дейін жетті. Жетті. Артығымен десе де болады. Ерекше.